Армысыздар ағайын? Әжесі батасын келуге әжесі, атасы. Сіздің енді билетіңіз емес, зейнетіңізді берсін деп адым. Жолы жеңіл болсын. Сіз батасын беріңіз, енді Тамара ханым өз жақсылық қатыш береді. Аумин, апа. Белгілі тойда аяқ қалққан деді. Бұл үшін баған жерінде баянды болды. Тастай өті сулайсың, ата-ананы жақын жоқты, бәріне қалай күретінін, қалай тәрбиелейтінін өзінің 30 жасқа дейін. 3 жасында есімді содан бері қарай көріп барасың. Сол өзіміздің босағада көрген тәрбиені сол үйдің босағасына көрсетіп, өнегелік келін болуға кетпесін. Екі жақтың ата-анасынан бірдей қарасын. Күйеуіңе ұмытып қала береміз. Аллайхан саған және де ата-анасынан тапсырып, қазіргі балалар енді бұрынғыдай бар. Отпен сумен шығатын заман емес. Сондықтан көп тапсыруға қажет жоқ, тек бақыттығыңдар беріп келеді. Аумин. Маңдайдан сүйіңіз, апа. Тағы бір әжеміз бар ғой. Аудан деген әже. Аумин. Болған. Алқынаған әлеумет 90 ауыз сөздің тобықтай түйінген кез келіп жетті. Қазақта бағана айтқандай, тегін тапса тегін берді. Мөлдір қызымыз өзінің жүрегінің қалағаны, Абылайхан оның өзінің таңдағаны. Сондықтан жылап-сықтап, жол бөгемей, сәугелесін құлатпай, жағаласып, жолын кеспей, едене жақындар ғана маңдайынан сүйіп, әке шешесі ақ жолын тілеп, қалған ағайын туыс тілегін ішінен тілеп қала берсе деген менде тілек бар. Себебі жас баланың жолын бөгемеңіздер. Біз әртүрлі тойда жүреміз. Бір тойда қызымыздың аяғына әжесі құлап өмірден өтіп кеткен. Бір тойда қызымыздың аяғының астына әкесі құлап жаңағы ауруханаға түскен. Сондайдан аман болайық. Себебі қыз елдің ішінде өздеріңіздің рұқсаттарыңызбен, ақ баталарыңызбен кетіп бара жатыр. Қазір енді көптен тойға бармағанымыз болмаса, біздің ортамыз майлы. Себебі бейбітшілік заманда өмір сүріп жатырмыз. Осындай той жасап жатырмыз. Сондықтан Мөлдір мен Абылайханға бақыт тілеп, мен ана жерге дейін апарам. Екі жеңгесі Абылайхан мен Құдағайдың қолына тапсырса. Қазіргі айтайын деп тұрған әнім сыңсу емес. Қазақта сыңсу тек қалың малға қиындықпен кеп бара жатқан қызған айтқан. Қазіргі айтатын әнім ата-ананың қоштасу әні. Соның ішінде Исраил Сапарбаев деген ағамыз жалғыз қызы Жанар тұрмысқа шығарда 3 күн толғанып, қызыма не сыйласам екен деп ойланған екен. Сол кезде алақаннан ұшып баратқан аққуым екен ғой бұл деп, осы әнді өзінің қызына арнапты. Ал мен қазір сол алақаннан ұшқан аққуым деген әнді Арифулла ағамыздың атына